Қайырлы күн, 7-ші сынып білім алушылары. Дүниежүзі тарихы пәнінен жаңа тараумен танысуды бастаймыз. Ол Америка құрама штаттарының күшеюі деп аталады. Сабақ барысында сіздермен бірге Ұлыбританиядан тәуелсіздігін алған ақш-тағы жылдам экономикалық өсудің немен байланысты болғанын анықтаймыз. 19 ғасырдың екінші жартысында ақш экономикасында қандай өзгерістер орын алғанын сипаттаймыз. Осы 100 жылдықта ақш-тың басқыншылық саясаты қалай жүзеге асырылғанына шағын шолу жасаймыз. Тәуелсіздік алған соң ақш-та жылдам экономикалық даму басталды. Америкалық кәсіпкерлер Ұлыбритания тарапынан қойылған шектеулерден құтылды. Біртіндеп ақш аумағына иммигранттардың үлкен легі келе бастады. Олардың көпшілігі біліктілігі жоғары маман болғандықтан, жаңа мемлекет экономикасының дамуына өз үлестерін қосты. Нәтижесінде ақш-та өнеркәсіптік төңкеріс жасалды. Өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы мен көлік салаларында техникалық жаңалықтар енгізіле бастады. Экрандағы суреттерге назар аударып, қандай қорытынды жасауға болады? Он 19 ғасырдың екінші жартысынан бастап ақш экономикасында елеулі өзгерістер басталды. Оған түрткі болған 1861-1865 жылдар аралығында солтүстік пен оңтүстік штаттар арасында болған азамат соғысы нәтижесінде құлдықтың жойылуы еді. Әсіресе шығыс пен солтүстік шығыс штаттарда өнеркәсіп пен көлік салалары қарқынды дамыды. 1860-1900 жылдар аралығында өнеркәсіптік өндіріс көлемі 7 есеге өсті. Әлемдегі балқытылған болаттың 47%, қазып алынған көмірдің 45%, өндірілген мұнайдың 82% ақш-тың еншісіне тиді. Жаңадан өнеркәсіптік кәсіпорындар, көлік нысандары көптеп салынды. Алғашқы құрлықаралық темір жол салу ісін ақш бірінші болып жүзеге асырды. Экрандағы суреттер мен диаграммалар бізге қандай ақпарат береді? Он 19 ғасырда ақш өз аумағын шығысында Атлант мұхитынан бастап, батысында Тынық мұхитына дейін ұлғайтып алды. Жаңа жерлерді игеру барысында құрлықтың байырғы тұрғындарына саналатын үндістер өмір сүруге қолайсыз жерлерге ығыстырылып тасталды. Сол арқылы олардың ежелгі өзіндік мәдениетіне орны толмас нұқсан келтіріліп, саны күрт азайып кетті. Үндістерді қырғынға ұшырату мен трансатлантикалық құл саудасы ақш тарихындағы қайғылы беттер болып есептеледі. 19 ғасырдың ортасынан бастап ақш сыртқы саясатта басқыншылық бағытты ұстанып, әлемдегі ықпалды отарлаушы империяға айналды. Экрандағы суреттерді пайдаланып, шағын әңгіме құрастырып көріңіздер.